Сәлеметсің бе? Сабаққа қош келдің. English Plus 6 сыныптың People's Book'тың 35-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақ ұнаса, видеоға лайк бас. Тіркелмесең, подписаться басып, тіркел. Сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Present Continuous, Affirmative and Negative. Present Continuous шағы, созылыңқылысы шақ, болымды және болымсыз түрлері. Present Continuous дегеніміз не? Оны қай кезде қолданады? Present Continuous созылыңқылысы шақ, дәл қазір болып жатқан, әлі де аяқталмаған іс-әрекеттерде қолданамыз. Affirmative болымды сөйлемдерде to be-дің етіктерін қолданамыз және етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Мысалға, I am working, you are working, ал he, she, it болған жағдайда is қолданады. He, she, it is working. Енді көпше түрге are қолданамыз. We, біз, you, сіз, сен, they, олар are working. Олар жұмыс жасап жатыр. Біз жұмыс жасап жатырмыз. Мен жұмыс жасап жатырмын дегене. Негатив болымсыз сөйлемдерде to be-ге not қосамыз. Am, are, is, not қосылады. Етістікке ing жалғауы міндетті түрде жалғанады. Және де he, she, it болған жағдайда міндетті түрде to be-дің is етістігін қолданамыз. Complete the sentences from the text on page 34. Then choose the correct words in rules A and C. Сөйлемдерді 34-ші беттегі мәтінге қарап аяқта және төмендегі ережедегі ABC нұсқасының дұрыс вариантын таңда. Animals are becoming extinct. Жануарлар жойылып бара жатыр. We aren't killing all these animals directly. Біз бұл жануарларды тікелей өлтірмейміз. Our pollution and the construction changing the climate. Біздің ауамыздың, климатымыздың құрылысы өзгеріп бара жатыр. Демек, бірге are, екіде aren't, үшіншіде construction. Енді rules ереже. We use this present continuous to talk about things happening now. Біз present continuous'ты дәл қазір болып жатқан іс-әрекеттерде қолданамыз. B. We use the verbs be to form the present continuous. Present continuous шағын жасау үшін be етістіктерін қолданамыз. Be етістіктері am, is, are. C. We add ing to the main verb in the present continuous. Present continuous шағын қолданған уақытта етістікке ing қосып жазамыз. Екінші тапсырма. Find the present continuous from all verbs 1 and 6 in the text on page 34. 34-ші беттегі тапсырмадан 6 етістікті present continuous шағында табамыз. Then read the spelling rules and match the verbs to spelling rules 1 and 3. Одан кейін төмендегі ережедегі қайсы бөліміне жатады, соны жазамыз. Одан кейін ол етістікке қайсы жатпайды, оны да табуымыз қажет. Ең алдымен 6 етістікті present continuous шағына айналдырып аламыз. Become, becoming, die, dying, hunt, hunting, change, changing, run, running, read, reading. Енді most verbs көптеген етістіктер ing қосылады дейді. Meet, meeting, play, playing. Екінші verbs ending in e әріпіне аяқталатын етістіктер. Remove, removing, have, having, write, writing. Демек әріпі түсіп қалады. Оның орнына ing қосып жазамыз. Үшінші verbs ending in a vowel plus consonant немесе double final consonant дейді. Сөзіміз дауыссыз дыбысқа аяқталса, ол екі дыбысқа аяқталады дейді. Мысалға swim, swimming. M дауыссыз дыбыс, оның алдында I дауысты дыбыс тұр. Сол себептен біздің M әріпіміз екі еселенеді. Swim, swimming, stop, stopping. Енді осы үш бөлімге бөлуіміз керек. Бірінші ережеге hunt, read жатады. Екінші ережеде become және change жатады. Үшінші ережеге run етістігі жатады. Төртінші етістіге die ешқандай ережеге бағынбайды. Doesn't match any rule. Үшінші тапсырмада тыңдалым. Listen to the sounds, match the things in A with the actions in B, then write sentences describing the actions using the present continuous. A және B нұсқаларын бір-бірімен сәйкестендіреміз. Одан кейін жаңағы present continuous осы шақта сөйлем құрастырып жазамыз. Two dogs are running in the park. Екі ит саябақта жүгіріп жүр. A parrot is speaking English. Тоты қыз ағылшынша сөйлеп тұр. A man is attacking a mosquito. Ер адам масаға шабуылдап жатыр. A whale is singing to its partner.
Кит өзінің партнерына ән айтып жатыр. Children are making a cake. Балалар торт жасап жатыр. A girl is practicing the piano. Қыз пианинода жаттығып жатыр. A lion is having a meal. Арыстан тамақтанып жатыр. Төртінші тапсырма work in pairs. Жұптық тапсырма. Read the prompts and look at the picture. Make affirmative and negative sentences using the present continuous. Нұсқаулықты оқы және суретке қара. Және present continuous шағында болымды және болымсыз сөйлемдер жаса. Child isn't feeding bears. Child is feeding ducks. Бала аюларды тамақтандырып тұрған жоқ. Бала үйректерді тамақтандырып жатыр. Falcon isn't sleeping. Falcon is hunting. Сұңқар ұйықтап жатқан жоқ. Сұңқар аң аулап жатыр. Two people aren't watching owl. Two people are watching falcon. Екі адам үкіге қарап тұрған жоқ. Екі адам сұңқарға қарап тұр. Three people aren't swimming. Three people are running. Үш адам жүзіп жатқан жоқ. Үш адам жүгіріп бара жатыр. Write sentences about what is happening now. Дәл қазір не болып жатқаны туралы сөйлемдерді жаз. My parents are working. Менің ата-анам жұмыс жасап жатыр. The teacher is writing on the board. Мұғалім тақтаға жазып тұр. I am sitting next to a girl. Мен бір қыздың жанында отырмын. We are working hard. Біз көп жұмыс жасап жатырмыз. I am wearing jeans. Мен джинсы киіп отырмын. The students by the door are listening. Есік жанында оқушылар тыңдап тұр.